Atıyalım koçum güzel baba. Bakacağız. Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға сәлем дедім, сәлем деп жазып жіберіңіздер, дауыс жақсы естіліп тұрса. Сәлем деп жазып жіберіңіздер. Бүгін осы трейд бойынша ең соңғы эфир. Өйткені уже арайсқа болыш. Құдай қаласа, ертең кешке осындай уақытта біздің 40 күндік трансформациялық, практикалық
курсымыз басталып кетеді. Енді бір Алла тілегімізді қолдасын деп садақамызды бердік, релизді көрдіңіздер өздеріңіз. Дауыс қалай? Дауысты бір тексеріп жіберейікші. Палец вверх жақсы болса, жақсы естіліп тұрса, палец вверх қоя беріңіздер. Дауыс қалай, достар? Дауыс қалай? Дауысты айтсаңыздар. Дауыс қалай? Дауыс. Жақсы. Сол 250-300 үйіңізде шыласың ма, қашан? 200 басыңызда. Ал енді достар, бүгін не айтамыз? Бүгін жалпы қоғамдық макроэкономикалық және микроэкономикалық дүниелерді бүгін баяндағым келіп отыр. Бүгінгі эфир кімге пайдалы? Кім мына өмірді дұрыс өмір сүргісі келеді? Кім көздеген мақсатына жеткісі келеді? Кім өзінің баласының болашағына, анасының болашағына, отбасының болашағына, және де өзінің болашағына бір емес 1000 кісідей алаңдайды, соларға арналған. Ақша керек емес па, болашаққа алаңдамайсың ба, онда бұл эфирді көрмей-ақ қой. Ол қажет емес. Егерде натури анаңның болашағына алаңдасаң, натури өзіңнің болашағына алаңдасаң, натури реально дұрыс өмір сүргің келетін болса, бүгінгі эфир сіз үшін өте қатты пайдалы болмақ. Эфирдің соңында кешеде 4 кісі ұтып алды ғой, жеңілдік сертификатын. Оның ары күні 5 кісі ұтып алды. Эфирдің соңында 7 кісінің ұтып алуына мүмкіндік берем, бүгін сонымен бітеміз, тоқтаймыз. Енді бүгін өте больной тақырып, ауыр тақырып деуге де болатын шығар. Кризис мәселесін жалпы айтқым келіп отыр. Кризис мәселесін. Не? Кризис. Оның ішінде финансовый кризис. Кризис деп қарапайым тілмен айтатын болса, тауып жүрген табысың өмір сүруіңе жетпей жатса, сен кризистасың. Енді Қазақстанның экономикасы. Бүгінгі экономика кризисқа тәуелділік тұрған факторлар не? Жалпы Қазақстан ала қояйық. Ең бірінші нәрсе, біз шикізат, оның ішінде мұнайға тәуелді мемлекетпіз. Мұнай. Яғни Қазақстанның республикасының және оның ішінде Қазақстанның азаматтарының бай болуы мұнайдың әлем нарығындағы бағасына байланысты. Енді біз тікелей тәуелді мемлекетпіз оған. Оны мойындау керек. Мұнай нарығы бағанағы, мұнайдың бағасы түссе маңыраймыз, көтерілсе жағдай жақсы болады. Сондықтан бағанағы бұлай линиясы асылайыншы, түсінікті болсын. Мынау біздің теңгенің долларға шаққандағы құны. Еске сақ кетейік, бұл өмір бойы. Сонау 2007, 2006, бір долларымыз бізде, бір долларымыз 150 теңге болады. 2008-де 180 болады. Одан кейін алдықта 2016-ларда 330-ға көтеріліп кеттік. Одан кейін бардықта 430-ға келдік. Одан кейін 480-ге келдік. Одан кейін бүгін доллардың курсы көріп тұрсыздар 530 теңге. Қанша есеге? 3, почти 3,5-4 есеге. Енді мына дүние доллар құлдырап кетуі, теңге көтеріліп кетуі мүмкін дегенге сенеміз бе? Сенбейміз. 1, 2, 3. Ол ненің көрінісі? Өйткені мемлекетте кризис. Мұнай тапшылығы. Түсінікті ғой? Яғни мұнайға байланысты болғандықтан болашақта да өткенде жаңалықтарын өздеріңіз көріп отырсыздар, Қазақстанда мұнай қоры азайып бара жатыр. Бұл бір. Екінші дүние,
Мұнайдың қазір енді ақш өзінің мұнай көлемін өсіреді, мұнайға деген сұраныс бағанағы азайып жатыр, мұнайдың бағасы түсіп жатыр. Сондықтан да экономиканың жағдайы еще мүшкіл болады, сөзсіз. Мен мемлекет жағында тұрған жоқпын. Екінші фактор. Мойындайық, мойындамайық не? Конкуренция. Яғни мемлекет байу үшін мемлекеттің экспорты көбею керек. Ал біз экспортта әлемде, оны шығара алуымыз мүмкін бидай. Сол өзіміздің қазба байлығымыз бар, уранымыз бар, мұнайымыз бар, тағы оның бәрі мұнаймен байланысты. Ал енді тағы бірдеңе өндіріп шығарайық дейтін болсақ, к сожалению, біз әлемде алпауыт бола алмаймыз. Бүгінгі таңда неге? Потому что біздің бір алпауыт мемлекет есебінде ерекшелігіміз жоқ. Қасымызда үлкен Қытай тұрған кезде, біз сол Қытаймен конкуренцияға түсуіміз өте қиын көршімізбен. Өзіңіз ойлаңыз да, сен жасың, өзіңнен де баласың, жасың 30, жасың 10-да, салмағың 20 килограмм, сенің қасыңда дәу гигант тұрда чемпион мира, тяжело вес. Сен онымен төбелесе аласың ба? Онымен төбелесе алмайсың. Сондықтан сен анау қазақтың жақсы сөзі бар, өзеннің қасынан құдық қазба дейді. Сен Қазақстанда тұрып алып, көп сәл ақмақтау, сәл білімсіздеу, кішкене макроэкономиканы білім оқымағандар, хотя бы 8-ші класстың құқық және қоғам деген пәнді оқымағандар айта береді. Неге өндіріс ашпайсың, неге өйтпейді, неге сөйтпейді. Өндіріс ашпаны сен Қытаймен конкуренцияға түсе алмайсың. Қытаймен не только Қазақстан, Қытаймен Америка конкуренцияға түсе алмай жатыр. А біздің Қазақстан қай конкуренцияға түседі? Сен бір чеге шығаруы мүмкін, аз количествода. Чегенің бағасы 15 теңгеден саттың керек. Ал Қытайдан оптың кеп жатқан чегенің бағасы 7 теңге болсын. Клиент қайсысын сатып алады? Әрине Қытайдан кеп жатқанын сатып алады. Ал Қытайға сен бірдеңе апарып не сатпақшысың Қытайға? Не сатпақшысың? Жарайды, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы дейтін ондай бізде көп малда жоқ. Сондықтан конкуренция. Әкел, неге соғады? Тікелей тұрғыда криз әкеп соғады. Екінші. Үшінші фактордың бірі. Геосаяси салайын. Саясат. Геосаяси жағдай. Көршіміз Ресей үлкен алпауыт кезінде постсоветтік союздан бағынышты болғандықтан Ресейге салынған санкциялардың бізге белгілі бір деңгейде не әсері бар. Бізге конкретно әсері бар. Геосаяси жағдай бізге оның әсері болады. Өйткені қасында Ресейде әлемдегі үшінші держава үлкен алпауыт мемлекеттің бірі. Ол жерде қазір соғыс болып жатыр, тағы басқа. Сенің Қазақстанның кризиске әкелуіне әкеліп соғады. Потому что бүкіл российский банктардың барлығын SWIFT системасына, яғни международный банктер арасындағы айналымнан босатып тастады. Оны күнде жарында көзіңіз бағанағы Инстаграмнан шықпайтын дейді, ТикТоктан шықпайтын топас болсаң, бұны түсінбейсің. Ал бірақ ақылы бір адам болып кішкене журналдар оқысаң, бір пайдалы сайттарды қарасаң, пайдалы подкасттарды қарасаң, онда бұл нәрсені сен түсінесің. Енді ТикТокта тентек болып отырсаң, Инстаграмда ит болып отырсаң, онда бұны точно ұқпайтының белгілі, бағана болмайтын бір комедияларды қарап. Так, одан кейінгі нәрсе. Енді мойындауымыз керек бәрібір де. Біздің Қазақстандағы мойындамайық жалғыз политика. Политика бізде честный ма, честный емес. Өкімет қанша күрессе де, бәрібір де бағанағындай парақорлық бар. Мысалға, неге өзіңіз ойлаңыз? Сіз үй салдыңызда саттыңыз. Оны өз бағасында сатпайсыз. Үйіңіздің себестоимосына сатып алған жерің кетеді. Сол жердің документін реттеу үшін біреулерге ақша бердің, оны қосып есептейсің. Сосын разрешение, газдың разрешениесі бар, архитектураның разрешениесі бар, акиматтың разрешениесі бар. Соның бәрін алу үшін бағана тағы ақша бердің, сен оны қосасың, және ол үйді салу үшін сен тендер ұтып алдық делік. Сол үлкен тендерлерін тағы да келісесің деген секілді дүние. Айналып келген кезде политикалық дүниелер бар, жемқорлық, оны мойындауымыз керекпіз. Одан кейінгі нәрсе. Мысалы, қаншама ірі компаниялар, мысалы, LG бізде емес қазір деген секілді. Неге Nexy'ді өзбектер шығарады, неге біз емес? Тағы да сол политикалық дүние. Сұрайтындар көп болғанда ескі билік шығар мүмкін, білмедім. Одан кейінгі нәрсе. Саяси тұрақсыздық.
Бізге қазір менің ойымша мемлекетті дамытуға емес, кәдімгі билікке таласып отқан адамдардың күйі көшеді. Бұның бәрі айналып келіп біздің Қазақстанның экономикасының одан сайын құлдырауына алып келеді. Иә, бізде кезінде мұнай қымбат кезінде мемлекетте ақша болды. Бағанағыдай мемлекетте ақша болған уақытта өкінішке орай ол ақшалар дұрыс қолданылған жоқ. Анау ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп қалды. Шетелге ақша шығып кетті. Сондықтан да қазір өздеріңіз де естіп жатырсыздар, телевизордан қақсап жатыр. Мен айтып жатырмын, депутаттар айтып жатыр, оны жаңалықтар айтып жатыр. Бізде Қазақстанда қазір бюджет тапшылығы. Ал бюджет тапшылығы болып отқан мемлекет қай бизнестің дамуына ақша бөлсін күнім? Бюджет тапшылығы болып отқан мемлекет қай бизнестің дамуына ақша бөлсін? Парақорлық жайлап алған біреу көтерілсе аяқтан çalатын мемлекет болатын болса, ол жерде қандай кәсіп дамысын күнім? Сенің енді қарай, сен сырттан келген инвесторсың. Сен инвестор болатын болсаң, сен ақшаны доллармен саласың күнім. Сен теңгемен салмайсың. Ал өзіңіз ойлаңыз, сен мемлекетке бір инвестиция салайын деп жатсың. Ол мемлекеттің валютасы тұрақсыз. Сен инвестор есебінде ақша салмайтын ба едің? Салатын ба едің? Салмайсың. Барасында басын алып қашуыңа тура келеді. Өйткені тұрақсыз. Міне, потому что Ресейдің инвестормын, Арабтан келетін, или Америкадан келетін, мен инвестормын деп ойлайды. Ертең мына Россия бірдеңе болып, Қазақстан санкцияға ілініп кетсе не болады деп ойлаймыз ба? Иә. Екінші не ойлаймыз? Ертең мұнай түсіп кетіп, теңге құлдырап кетсе не болады деп тағы ойлай ма? Тағы ойлайды инвестор. Қаста Қытаймен конкуренцияға түсе аламын деп ойлай ма? Оны да ойлайды уже. И одан кейінгі нәрсе бюрократия мен парақорлығы бар, анаусы бар, мынаусы бар, уже бизнестарды ап қою бар. Одан кейін бүйтіп ешкім бағанағыдай бір инвесторға Қазақстан мемлекет есебінде қатты тартымды емес. Сондықтан да былай оқиды дейтін болсақ, қақсап жатыр Тоқаев постоянно. Инвестиция тарту керек мемлекетке. Неге? Потому что мемлекетте бюджет тапшылығы бар. И ал енді халықтың жартысын қарайық. Халықтың жартысы емес, почти халықтың 70-90% почти кредитта шығар. Біреу потребительский кредитта Каспий арқылы продукт алып жүрген адамдар бар. Өйткені ақшасы не жетпейді. Ақша қайтып жетсін оған. Қызық жағдайда Алматы қаласына $1 миллион коттедж аласың, Майамиден $1 миллион коттедж аласың. Алматы мен Майамиден жағдайын қарасаң, yok. Қызық жағдайда мына аяғымда аяқ киімді мен $100 қалам мына жерде. Алматыда оны $300 қалам. Үстімде рубашкам $30 қалам, Алматыда мен оны $300 қалам. Өзіңіз ойлай берейік примерно. Жаңа керемет мемлекет болған күннің өзі. Бізден не білейін, мысалға мен мұнда келдім, өмір сүріп жатырмын, мен күш бір Қазақстаннан бір дейтін мен қымбатшылық көргенім жоқпын бұл жақта. Қой, Майамиде ақшта адамдар 10 есе, 20 есе көп ақшта бар. Бізден қарағанда. Айналып келген кезде да кредитный системалардың да бағаны біз сияқты бірнеше процент емес та 4% ты можешь покупать ипотеку 4% годовых бет. Бізде қанша құдай сақтасын. Оның өз жерден тұрақсыздан кете береді. Ал оның барлығы бүйтіп тұрған кезде уже бизнесқа кішкене ыңғайсыздық әкеп соғады, сенің керемет өмір сүруіңе ыңғайсыздық әкеп соғады. Енді десе де ойбай бағанағындай елде кризис екен, Қазақстаннан қашу керек деген ойды мен айтудан аулақпын. Қазақстаннан қашу керек деген идеяны да ойды да вообще негізінде. Қолдан келсе елдің өсуіне, өркендеуіне өзің жобаларым арқылы бағанағы үлес қосып жатқан адамдардың бірімін. Қаншама эфирді зарлап жатырмын. Иә, бұның ішінде бизнес интерес бар, жоқ емес. Әлия ханымның курсы сатылса екен деймін. Бірақ одан жоғары тұрған дүние, халықтың көзі ашылса екен, халық кедей болмас екен, халық әйтеуір бір анау екі қойын бір сом деп жүретін дүние емес, әйтеуір хотя бы байып кетпесе де кедей болмай, әйтеуір баласын оқытуға, çoğытуға бағанағындай жетсе екен деген дүниемен айтып жүрмін да. Сондықтан да алаңдайтын мәселе ма? Бір ақылды азамат есебінде, иә, алаңдайтын мәселе. Кәдімгідей алаңдайтын мәселе. Өйткені ұлың бар, қызың бар, басқаң бар, елдің болашағына алаңдайтын мәселе. Елді ойлау дегенің бар ғой, ол мемлекетті ойлау дегенің ғой, басын қатырмашы, елге мен қандай өзгеріс бере аламын. Тек қана просто өзің отбасыңды бақшы болды. Өзіңнің отбасыңды бақ, өзің тапқан ақшаң өзіңе жетсе, мемлекетке қол жаймайтын болсаң, кредит алмайтын болсаң болды. Өкіметке істеген ең үлкен жақсылығың сол. Уақытында салығын төлеп отырсаң бітті. Енді мысалы салықпен де қысып жатыр. Кезінде анау 3 жыл, 4 жыл кіші шағын кәсіпкерлікті Назарбаевтың кезінде неде мониторингте болды ғой, яғни нетілген жоқ, салықтан босатылды олар, тексеріс болған жоқ. Қазір елдің бәрін пагалаған блогері бар, коучы бар, ипсы бар, тоғысы бар, бүкіл бәрін тексеріп жатыр. Не үшін? Ойбай, өкімет халықты қанайын деп жатыр ма? Жоқ, өкіметте ақша жоқ.
врачтың ақшасын төлеу керек, жолың бар, басқаң бар, анауың бар, мынауың бар деген секілді дүние. Енді может им кажется, что ана келін тапқан байлықтың бәрі ол халықта деп ойлайтын шығар. Жоқ, тапқан байлықтың барлығының 90%. Ренжімеңіздер, по факту ол Назарбаевтардың отбасы деген білеміз ғой. Мен Назарбаевтың туысқандар айналасының бәрі әлемдегі генийлар ма немене? Шеттерінен миллиардер болып шыға салатын. Жоқ, ондай емес. Просто анау апай-топай кезеңдерде бағанағы 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін кезең, кейін мына бизнес дамыған кезеңдер 2000 жылдар, одан кейін 2000 ұстағанның қолында тістегеннің аузында үлкен корпорациялардың барлығы кетті. Өте копейкаларға кетті. Может, мүмкін ол кезде оларды дамытатын Қазақстанның білімі болмаған да шығар, может быть да, айналып келген кезде білімді азаматтар болмаған шығар. Бірақ жан-жаққа шашырап кетті да бүгінгі сіз бен бізді бүгінгі халге бүгінде әкеп тұр. Енді не істеуге болады? Деп мемлекетке қарап маңырап отыруға бола ма? Жоқ. Мен өмірімде бір рет болса мемлекеттен субсидия алған адам емеспін. Өмірімде бір рет болса да тендерге қатысқан адам емеспін мен. Бір рет болса да. Мен өмірімде бір рет болса да кредит алмаған адаммын бизнесқа. Мен ақша тартқаным бар әртүрлі. Брат, қарызға бере тұршы, 15% қосып беремін. Брат, бизнесіңді мынаған ақша салсы, доляға кіресің, Құдай қаласа. Деген менің ойларым болған. Айтылған дүниелерім болған. Бірақ бағанағындай мен деп бір мемлекеттен бейтіп ондай дүние жасамаппын мен негізінде. Жасағым да келмейді. Уинстон Черчиллдің жақсы сөзі бар, еліңді ойлайсың ба дейді. Мен өкіметтен не аламын деп емес, не беремін деп ойлайды. Ал сіз бен біз өкіметке не бере аламыз? Өкіметке күніміз қарамасын, болды бітті. Уақытында салығымыз төлесек болды. Тол жеткілікті. Уақытында салығымыз бағанағындай төлесек, біз бағанағындай қиналмасақ болды. Ол қаншама адам ана финансы пирамидаларда қадалып жатыр. Өкіметтің не кінәсі бар ғой? Біреулер бар, акиматтың алдында өзін нетіп жатыр бағанағындай. Өртеп жатыр. Оған өкіметтің не кінәсі бар? Саған Тоқаев бар, финансы пирамида ақшаң сал деген жоқ қой. Саған Назарбаев бар, кюнетке тиыныңға тық деген жоқ қой. Өзің ғой тыққан. Тағыдан ненің кесірінен, білімсіздіктің кесірінен. Соңында біз өкіметті кінәй салады екенбіз. Ол байқұстар да енді бағанағындай қолынан келгеннің барлығын максимально жасап жатыр. Ой, өкімет жаман дегеннен өкімет жақсарып кетпейді. Есте ұстағаныңыздар. Ой, Қазақстан, оңбаған Тоқаев бағанағындай теңгені, долларды көтеріп, оны Тоқаев көтеріп берген жоқ. Тоқаевтың қолындағы да мәселе емес ол деген. Ол бүкіл әлемдік аренада болып атқан дүние. Тікелей әсер етіп атқан дүние. Мына жақта Трамптың сайлануы, Трамптың саясаты, немесе Путин мен Украинаның арасындағы соғыс, немесе Израильдің ашқан соғысы, бәрі бір-бірімен бағанағындай жасалынып атқан дүние. Әртүрлі қойылған эмбарголар, әртүрлі қойылған санкциялар, бүкіл әлемдік экономика тікелей бағанағындай айналысады. Қазақстан дербес, маған бәрібір, маған поқу деп Қазақстан отыра алмайды екен. Өйткені ол әсер етеді. Сондықтан да сен тұрып алып бір чуданы күтіп отыра беретін болсаң, бір күн өзінен өзі жақсы болады. Өзінен өзі ешнәрсе жақсы болмайды, мен оған кепілдік беремін, мен оған гарантия беремін. Оны реально қарау керек. Президенттің бағдарламасы, басқасы бар, анау бар, мынау бар, қарайтын болатын болса, ол итак түсінікті дүние. Қазір 500 болса, поверьте, осы жылдың аяқ, келесі жылдың басы 600-ден асып кетеді. 2027 ма доллар 700-ге барады. Өйткені қазір ол бәрібір Америка өзінің экономикасын укреплять етеді ма? Етеді. Доллар бәрібір көтеріледі. Мұнайға деген сұраныс. Мұнай көбейеді бәрібір де. Бағасы түседі. Өйткені бүкіл әлем қазір одан ақырын жайлап бастап жатыр. Енді ойбай, кризис, қарыз, елдің бәрін кінәлағаннан ештеңе шықпайды. Елдің бәрін кінәлағаннан ұтқан адам жоқ, ұтылмаса. Ол әйеліңді кінәлә, балаңды кінәлә, или Аманжолды кінәлә, или Тоқаевты кінәлә, или әкімді кінәлә, Досаевты кінәлә, или тағы басқа әкімдерді кінәлә. Оның бағанағындай еш саған алып беретін пайдасы жоқ. Тек қана затрата энергии, өз-өзіңе негатив жинап аласың, деп отыра бересің. Ал ақылды болсаң, абай айтқан толық адам, саналы адам болатын болсаң, онда өзің болашағыңды өзің ойла да, кризис деген сөзге қытайша мән беріп қой. Мына кризис деген сөз, кризис. Бұл иероглиф Қытай тілінде екі мағынаны білдіреді. Бірінші мағына бұл кәдімгідей проблема, опасность. Екінші мағынасы мүмкіндік. Екінші мағынасы мүмкіндік. Сондықтан да өзің өміріңдегі бар проблемаға или проблема деп қара, или мүмкіндік деп қара. Мен всегда кез келген проблемаға өзімше не деп қараймын? Мынандай мүмкіндік деп қараймын. Ол мүмкіндік. Ол реально мүмкіндік. Кезінде қарызға батқан уақытында қарыздарыма басында проблема деп қарадым. Жылқышыбайға берген интервьюда айтқан мен оны.
Бағана қарыз деп басына сөйтіп қарадым, кейін қойып мүмкіндік деп қарадым. Давай аман жол дедім. Осы проблемадан шыға аласың ба, сен красавчиксің дедім. Міне. Осыдан шыға аласың ба, ты красавчик. Ты молодец, блин. Наоборот, бұл сен үшін тренировка, бұл сен үшін вызов дедім. Кәдімгі ана қарызымды 3 миллиардқа жақындап барам. Өзіме жау сияқты қарадым. Сөйтіп соны жеңу үшін күресті 3 жыл бойы. 3,5-4 жыл бойы. Әйтеуір әрең ичілдеп жүріп шықтық әйтеуір. Ал мен оны проблема деп қарайтын болсам, баяғыда или түрмеде, или асыл бөлектен екеуінің біреу болатын еді. Бағана салым суға кетіп, деп бүйтіп отыратын болсам. Сондықтан да қазіргі жағдай болып жатқан жағдайға сен мүмкіндік деп қара. Болды уже, көзің жетті, қара. Бітті. Баяғы заман жоқ қазір, бір жұмыста ғана қарап отыратын, бірнеше жұмыс істе. Баяғы заман жоқ қазір, бір бизнесіңе ғана сеніп отыратын, бірнеше бағана бизнесті істе. Баяғы заман жоқ қазір, тек онлайн бизнеске сенесің, онлайнды да офлайнды да істе. Яғни сен әр бизнесіңді де, ісіңді де ақша кіріс көздерінің барлығын әр тараптандырылу керек, уже болды. Әр тараптандырылу керек. Сізде басқа таңдау жоқ, өзінен өзі ештеңе жақсы болып кетпейді. Мырқымбайдың үйіне Сырқымбай ақыртып әкеп бермейді. Осын сіз бағанағындай оғып алыңыздар, ана жаққа недегі Россиядағы Европаға сен қызық емессің. Қытайдағы чиши фигняға қызық емессің сен. Сен тек қана қызық, сенің өмірің таза өзіңе қызық болды. Көршіңе де қызық емес, әкеңе де қызық емес, шешеңе де қызық емес. Әрқайсының өзінің өмірі бар. Сен өзің тағдырыңды өзің ойла. Просто айналып келген кезде. Дұрыс қой, біріңді қазақ, біріңді дос көрмесеңіздің бәрі болса, дегенмен, деп тұрба болсаған бағанағындай не? Болмайтын бәртүрлі ақшаң құртқанмен ертең сенде болатын проблема болған кезде олар болмайтын жаққа кеткен ақшаларын саған бүйтіп ақша болып қайтып келмейді. Вот әңгіме сонда. Мысалға сабақ болып отырмыз, ойбай, сұмдық анау бір айтқан бір не емес қой, қымбат баға емес сабақтың бағасы, былай қарайтын болсақ. Университеттер одан арзан. Кейбір болмайтын инфо-сигандардың курстары одан қарағанда қымбат. То есть универде қымбат, инфо-сигандардың курс, кейбір киімдер одан қымбат. Сабақтың бағасы миллион теңге деп қойды, миллион теңге алады, машина жоқ. Бірақ елден абатыр, үйренгісі келіп жатыр. Бірақ жаның ашиды. Біраз рассрочка, біраз кредит, жоқ тігілі. Неге? Ода жоқта миллион теңге. Жылап маған жазатқандар бар. Бар, алтын бірдеңесін ломбардқа қойын десе, оған да тиыны жоқ. Күйеу қатысты әйелінде тиыны жоқ. Екеу алып сұрайын десе, қайын жұртында тиыны жоқ. Әйелі қатысты күйеуінде тиын жоқ. Тиын жоқ. Кредит алайын, кредит бермейді баған жоқ. Өйткені бұған дейін қаншама кредит алып тастаған. Ол ойбай бір банкке төлемей қояйын деп алмайды ешкім. Уақытында төлейін алайын. Какой-то копейка 100 мың теңгелер, 700 мың теңгелер. Неге? Тиын жоқ. Өйткені баяғы заман жоқ, болды, есіңді жи. Жаңа Қазақстан келді ма, жаңарған Қазақстан келді ма, болды, есіңді жи. Деп қарап отырма. Мүмкіндік беріп жатыр ма, мүмкіндік беріп жатыр. Мен вообще Тоқаевқа ризамын. Ол Экснес деген брокер компаниялар, который жақсы керемет маржа беретін. Тез ақшаны шешіп алатын. Жұмыс істемейді Ресейде, жұмыс істемейді Америкада. Америкада сіз трейдингті бастау үшін кемінде $20 мың бастайсың мына жақта, нинджа трейдинг. Еще сен біз сияқты, бізде налогты 10% төлейсің, тапқан табысыңнан трейдер есебінде. Ал мына жақтағы налог тапқан табысынан 36% төлейсің. Өзіңіз ойлап, сондықтан трейдерлар қазір лафа жизньда жүрсіздер Қазақстанда. Ол возможность істеу керек, максимально қолдану керек. Максимально мен де мысалға жұмыс істеп жүрмін, мен брокерлік счетым Қазақстан арқылы ашылған. Мына жақта нинджа трейдингке ашқан жоқпын мен. Қазақстан арқылы ашылған мен. Мен оттуда зарабатываю, потом я перевяжу туда. Айналып келген кезде. Мүмкіндікті беріп қойған қазір. Мына мысалға біз ИП-мен жұмыс істеп жатырмыз. Алия ханымды сіздер оплата сыйқаны ИП. Әдемі мүмкіндікті де істеп қойдық қазір Қазақстан оғанша. Біз 2,5 миллиард оборотқа дейін 2,5% қана төлейміз. Налог. Мүмкіндік бар ма? Бар. Содан ел жамандай бермейді. Сол кризисті керісінше біз мүмкіндік деп қабылдағанымыз абзал. Мүмкіндік деп қабылдағанымыз абзал. Яғни все тупо просто міне. Ол өмірдің ең үлкен формуласы. Бұл формула менің өмірімді өзгерткен. Міне жағдай. Жағдай деген событие. Ол минус жағдай болуы мүмкін, плюс жағдай болуы мүмкін. Одан біздің неміз келеді, анализ келеді. Анализден кейін біз шешім қабылдаймыз, реакция танытамыз.
реакциядан кейін бізде обязательно реакциямызға сайын нәтиже. Нәтиже минус болуы мүмкін, или плюс болуы мүмкін. Болды. Bir адам отырады, міне, жағдай. Ақшасы жоқ. Білейін, ақшам жоқ, бизнес ашайын десем дейді. Екінші адам, жағдайға плюс. Білейін де бизнес ашады, потому что ақша жоқ, ақша керек болғандықтан ол бизнес ашады. Қызық осы адамдар, мана баяғыда айтады да. Аманкелді өмірде бизнес ашайын десем, ақшам жоқ дейді. Жындысың ба, бизнесті ақша табу үшін ашады ғой. Аманкелді өмірде трейдинг оқиын десем, ақшам жоқ. Трейдингті адам ақша табу үшін оқиды ғой. Сен трейдингті оқымасаң, ақша аспаннан түспейді ғой. Сен бизнесті ашпасаң, ақша аспаннан түспейді ғой. Бүкіл бизнес ашқан адамдар өзінің ақшасымен ашпаған, бәрі қарызға алған, товарды подряд алған, бұл жерде кәсіпкерлер болатын болса. Кішкентай құтаққандайдан ана бір ақ қаланы жасаған секілді айналдырып отырып жасаған барлығы. Яғни қолынан келетін дүние. Жоқ ол бітеді. Бизнес ашайын десем ақшам жоқ. Қума. Наоборот, жағдай қарады, ақшам жоқ па? Міне, ақша табу үшін бизнес аш. Бүйте берсем болмайды деді, дұрыс анализінде реакцияны танып, нәтижені сол кезде плюс болады. Бір әйел отырады. Жұмыс істейін десем, менің балам жоқ дейді. Бүкіл әлемдік бизнес мамандардың арасында атын ұмытып тұрмын. Бірінші орынға жетіп, жыл адамы болған адам да неге шақырады? Выступать етуге, әйелдердің алдына. Есіме түсті. Татьяна Бакалчук, өздеріңіз білетін Валбрис деген компанияның основателі. Енді журналист сұрақ қойып отыр да, подкаст секілді ғой. Сіз дейді, сол кезде Валбрис ашқан кезде 2 балаңыз болды, балаларыңыз кішкентай болды, андай, мындай. Сонымен, қалай балаларыңызды уақыт алып қайт бизнес аштыңыз? Таня ұрысып тұр ғой. Сен қуасың ба, сол бизнестен балаларың болашағы үшін аштың емес па? Сен балаңды жақсы көресің бе? Балаңды жақсы білім берген, сен бай болу керексің. Значит, кәсібіңді ашу керексің. Әңгіме сонда. Мен кезінде мектеп оқып жүрген кезімде Oriflame деген компанияда істегем. Я был там директором. Зарабатывал $700. Жасым 16-та өзі. Бүкіл Дарын мектебіндегі мұғалім қыздар қасында 17-ші мектеп интернаттың балалары жұма сайын Көктөбеде не болатын? Бағанағындай. Дискотека болатын. Сол жерге барып қыздармен танысып, қыздарға одан кейін Көктөбенің айналасындағы райондардың бәрін қолыма 100 каталог таба алатынмын, заказ қабылдайтынмын. Oriflame Эклад деген духилары бар, ана бархатный ручка деген кремдері бар. Сол кезде істедім, потом мен академияға түскен кезімде Москвадағы. Сонымен менің ана ұстазым, біздің преподаватель сабақ беріп жүрген. Тамила Полежаева дос екен. Сол кезде біздің курстардың алдына алып келді да, и Тамила Полежаева сұхбат жүргізді. Тамила Полежаева деген Oriflame'ді осы СНГ дамытқан адам. Она в то время месяц зарабатывала $1,5 миллиона. Месяц. Сетевик болып жүріп. Oriflame товарын сатып жүріп. И сонымен марқұм 2012-де өмірден өтіп кетті. И Тамила Полежаевадан бағанағындай айтып жатыр, сол кезде бір сөз бар Тамила Полежаевадан. Күйеуінің аты Владимир. Қыздарым сұрады дейді да, бір күн папасынан. Пап, когда біз кішкентай болған кезде не үшін бізге почему бы сказку не рассказывали? Не үшін ертегі айтпадыңыз осы бізге елдің папасы сияқты дейді ғой. Сонда мен үндемей тұрып қалдым дейді. Потому что біз балаларға вообще уақыт бөлген адам емеспіз. Вообще товар тасып жүгіріп жүрдік дейді, бай екенбіз. Сонда күйеуім айтқан ұнап қалды дейді. Доча, мы вам с мамой сказку не рассказывали, потому что мы хотели, чтобы вы жили как в сказке. Деген сөз да міне. Сонда да жағдай міне. Мен кедейлік көрдім ауылда. Мен бейшаралық көрдім кәдімгідей. Ана Ақбота деген жарыс болады, ұтасың, жарысында барамайсың. Тағы бірдеңе ұтып аласың, кенгуру деген марафон бірдеңе деген бар екен. Ана бурабайға не береді, жолдама береді, барамайсың әкең. Айтысқа бағанағындай, барамайсың.
Ана жақсы оқыған бала деп, помню, если не ошибаюсь, 5 класс. Ана аудан әкімінің несі болады ғой? Аудан әкімінің, не дейтін, елкасы болады ғой. Елкасы болады. Типа жақсы оқитын оқушыларға арналған елка болады. Я до сих пор помню, сол елкадан кейін мен 5 күн тұрамай ауырған. Потому что менде оған енді әркім біреу Д'Артаньян болып киініп барады, біреу тағы бірдеңе болып киініп барады, біреу Бэтмен болып киінеді деген секілді ғой. Біреу қасқыр болып киінеді, біреу айыл болып киінеді. Елка ғой. 4 оқитын баласың ба, 5 оқитын баласың, сондайсың ғой. А мен сорлы оған киіп баратын киімім жоқ. Ол кезде мен таеквондоға қатысатын. Таеквондоға киіп жүрген кимононы киіп барған бол. Мен таеквондистпін деп. Желтый поясым. А ол киіп жүрген кимононың өзінің әңгімесі қызық. Кимоно сатып алуға ақша жоқ. Әжем ескіп аппақ пастелден тігіп берген. Ол деген үлпілдеп тұрады. Мынау секілді. Мынаудан қарағанда қалың. Ал ана жерде деген жоқ деген суық. Одан кейін конкретно ауырған мен. Бір апта бойы ауырған. Сорлы бір киімді аламай. Содан кейін уже анау алам сағысына ғой, анаған барамайсың. Дарынға түскенде де бағанағандай. Көкемнің несі бар? Шалбары бар сол кезде. Өзіңіз ойлаңыз, байлардың арасында тегін шығасың. Менде киім жоқ. Сонда көкемдік ұзын ғой 76 жылға. Былай несінен балақты кесті, мен мына жақ бүйтіп тұр да. Соны бүйтіп қайтарып алып бағанағандай. Дене шынықтыр, дышы дейміз ғой. Дышыда жүгіріп жүретім. И сол кезде я себе дал слово. Yok dedik, dünya örtеніп кетсе де, мен балаларыма кедейлік көрсетпеймін дедім. Потому что өзім кедейлікті көрдім. Я не хочу, что менің қызым, менің ұлым мықты болып тұрып сол. Менің ақша төлей алмағанымның кесірден оның болашағына балта шапқым келмейді. Мен үшін кейбір ата-аналар күнәһар кәдімгі, Құдайдың алдында. Өйткені оның үйінде болашақ президент туылды. Біреудің үйінде болашақ чемпион туылды. Біреудің үйінде болашақ Димаш әнші туылды. Біреудің үйінде болашақ бағанағыдай бизнесмен Илон Маск туылды. Олар ондай боламайды. Неге? Потому что әке-шешесі жақсы оқытып, сол бағытта тәлім-тәрбие беріп жүрген кезде тиын тебені жоқ. Содан керемет талантты баланың болашағына көптің бірі қолдың кірі деген сияқты біреулер тәрбиелеуге тура келіп жатыр да. Жоқшылықтың кесірінен. Ол кәсіп істейсің, отыр, ақшам жоқ қой, болса істейді, жағдайға минус реакция табылды. Менің позициям қалай ол, керісінше. Осы көрген қиындықты балаларыма көрсетпеймін деп, менен жанымды салдым. Бір адам отыр, блин, шаршап кетті, қарызға батып кетті, тігідік, экономикалық жағдайды көріп жатыр. Бірдеңе істемесем болмайды. Деп ол трейдингті көріп қалды, аман жолды көрді, бірінші группаның нәтижесін көрді. Осы группадан бір үйреніп алайыншы деп әйтеуір 50 мыңдап жазса, 20 мың теңге деп елден сұрап қайыр тілесе де ақшасын төлеп, ертең құдай қаласа жұма күні сабақты бастайын деп отыр. Біреулер бүйтіп отыр. Келесіде қатысам, ақшам болмайды. Келесіде ақша болма, болмайды. Сен бүгін бағанағындай скидкамен беріп бағана кеше скидкамен беріп 90 мың теңгені бүгін таба алмай тұрған адам ертең 3-ші группа 3 миллион болғанда 3 миллион точно сен таба алмайсың. Деп күтіп отыр. Бір наркоман әкенің екі баласы болады. Бірінші баласы әкесі сияқты наркоман түрмеде отыр, екінші баласы успешный адвокат. Дауыс жақсы естіліп жатыр ма? Бір жазып жіберіңіздерші, жақсы деп палец беріп қойып. Дауыс қалай естіліп жатыр? Әңгіме қалай өтіп жатыр ма, басқа әсер етіп жатыр ма? Ызадан ішіңіз кеуіп жатыр ма? Кейбір сөздерін бастан теуіп жатыр ма? Осыған жауап беріңіздерші. Енді журналистке қызық болады. Екі баласы, біреуі успешный адвокат. Осы Америкада болған жағдай. Сұмдық. Миллионер. Екінші баласы наркоман. Екеуі братья, еще екеуі близнец, ё-моё. Журналистке қызық болады. Зерттеу ғой енді. Екінші баласы сұрақ қойды, сен не үшін наркоман болдың дейді, түрмеге барып тұр. Оның берген жауабы. Наркоман әкенің тәрбиесін көре тұра, менде басқа вариант болды ма дейді. Сол сұрақ успешный баласына қойды. Адвокат болады. Не үшін адвокат болдыңыз дейді. Наркоман әкенің тәрбиесін көре тұра, менде басқа вариант болды ма дейді. Қазақтың жақсы сөзі бар. Жаманнан жирен, жақсыдан үйрен дейді. Мен кедейліктен жирендім, байлардан үйрендім. Әңгіме сонда.
тікелей тұрғыда. Мен мысалы дегенім жоқ, мен әкенің тәрбиесін көрмегенмін толком. Мен ер мен әйелдің арасында қарым-қатынастың қандай болатын темасын мен білмеймін. Потому что әкені көргем жоқпын мен. А мне пришлось, потому что мен көргенім жоқпын. Сондықтан Нарбековтың семейный курсына қатыстым, кімдердің Некрасовтың семейный курсына қатыстым, біздің академияда семейный курс болды, оған қатыстым, Вадим Балабектің семейный курсына қатыстым, Игорь Низаевачканың семейный курсына қатыстым. Әшейін просто ер мен әйелдің қарым-қатынас және бала тәрбиесін үйрену үшін я не знаю, может быть, потратил более 50 тысяч долларов, 20 миллионнан көп ақша құртқан шығармын. Қазір ұмытып қалдым. А зато қазір я бағанағындай қалай десем екен, өкінбеймін. Өйткені мен оны көргенмін жоқпын да. Көрмегенмен де қуанамын да просто. Сондықтан да, қазір басында қарызың бар, проблемаң бар ма? Деп сорлып отырасың, или ситуацияны қолға аласың да. Так, мына өмірді балаларым көрмеу керек. Ертең қызым тұрмысқа шығады ғой, тігідік бір нормальный жерге тұрмысқа шыққан кезде құдаңның машинасын көріп жұғысты болсын деп құдаңның алдында сорлы болып тұрсаң, позор ғой. Соны ойлау керек та. Ертең балаң қатынады, ана үйге қандай келін алып келесің. Ал ойлашы бүйтіп, балаң келді да, құдаң келді да, бай. Сені менсінбейтін болса. Это же позор. Сол нәрсе бізді намыстандыру керек. Сол кезде біз нәтиже үшін конкретно не істейміз, конкретно терлейміз. Мынау үшін, міне. Ал тұрбап, міне, минус қып, елдің бәрін кінәлаттық па, онда түбі мына минусты әкеп соғып жатыр, міне. Әңгіме сонда. Да, мысалы, мені білесіздер. Я лучший оратор по Казахстану. Я лучший оратор. Как я, никто, не может продать. Как я, мен секілді, мен мақтанмай айтылам оны. Миллионер тәрбиелеген тренерлар жоқ Қазақстанда. Неге? Потому что мен аудиторияның келу нетуіне бағана, нәтижеге жетуге ешқашан аудиторияны кінәлаған адам емеспін. Мен үшін трудный аудитория болмайды. Мен үшін түсіндіре алмайтын тренер болады. Мен үшін жетістікке жетпейтін оқушы болмайды. Дұрыстап сөйлей алмайтын ұстаз болады. Мен үшін тыңдамайтын сотрудник болмайды. Тыңдата алмайтын бастық болады. И потому біз міне 17 жыл елдің алдында бағанағындай келатқан себебіміз сол. Міне курс әлемде де келдік, тренинг әлеміне. Қаншама үйретіп жүргендер бар. Біз секілді нәтиже көрсетсінші. Мә деп. Жоқ ешқайсысында. И тем более біздік секілді бағамен. Неге? Потому что мен жауапкершілікті де өзім алдым. Сондықтан Қытайдың сөзі жақсы. Желдің қалай соққаны маңызды емес, қайықтың желкені қалай тұр, сол маңызды. Аманжол боқтап айтама, оттап айтама, ол маңызды емес, маңызды сіздің қабылдауыңыз да, осыны түсініңіз. Мен күнде тегіннен тегін 1,5 сағат жаным сап тұрып мотивация беремін да, құнды контент беремін да. А біреулер айтады, маған звондамаңызшы дейді. О, дурак, блин. Сен күнде қаншама адаммен беспонтовый сөйлесіп, жалысып, уақыт құртасың. Бұл Аманжолдан келген звонок саған ең құнды ғой, негізі ойлап қарасаң. Ең құнды ғой. Мен уақытымды ұрлап, қуғынбай, TikTok қанша уақытымды ұрлап жатыр ғой, Инстаграмдағы релистар ұрлап жатыр ғой, біреудің ажырасқан, біреудің байға тиген историясы ұрлап жатыр ғой, оның қасында Аманжол айтып жатқан әңгіме саған жақсы емес па? Қуанып, наоборот, шапалақ ұрудың орнына 1,5 сағат бағанағы өмірімді арнап жатырмын да. Өтірік бірдеңені пиқайттау деген жоқ қой, мені білесіздер. Тек қана Инстаграмға шығарсам, пайдалы контент шығарам, или 0. Мен ішке тамағым самайын, мінге машинам самайын мен. Бақтамын, тек қана әңгіме салам. Или там сағаттарымды, киімдерімді көрсетіп, белім ұстап, жалтырақ, одан пайда жоқ. Балаларымды сап бағана подписчик үшін. Мен балаларым сап мақтанатын шығарым. А біреудің баласы ауырып жатыр. Оған нетім келмейді мен бағанағындай. Жүрегін ауыртқым келмейді ол кісінің. Ойбай, әйеліне бақытты отқанын сал. Ана біреу ажырасып шығар, оның жүрегімен ауыртқым келмейді просто. Жеген тамағын салсам, біреулер аш отыр, оның да жүрегін ауыртқым келмейді мен. Тұрып атқан үйін салсам, біреулер контейнердің ішінде тұрып жатыр, олардың жүрегін ауыртқым келмейді мен. Сондықтан самайын мен олай нәрсені. Менің өмірім не демонстративный.
Менің өмірім керісінше бір пайдалы бірдеңе беретін дүние. Сондықтан да ойланыңыздар, қазағым айналайын, міне, жағдайды кінәлай берме, жағдайды өз қолыңа ал, жағдайды өз қолыңа ал. Әді өкпелі болып жүре берме, есіңді жи, егілме бала, езілме бала, күйректе сүйрек сезімге бола, берілме, беркім жеңілсін дертің, еркіңде сертің өзіңде ғана. Бүкіл нәрсе өзіңе байланысты, бүкіл нәрсе өзіңнің қолыңда. Яғни сіздің таңдауыңызда, сіздің анализіңізда. Как маған не ұнайды, трейдингті ұнайтын себебі, кайф та білейін. Баға түсіп атыр ма, көтеріліп атыр ма, дұрыс анализ деген трейдер ақша табады да. Баға түсіп атса, цел түседі деп білсе, цел қашады, ақша табады, төменге шортқа. Баға көтеріліп деп ойласа, көтеріліп атса, бай қашады, ақша табады. Әңгіме сонда біздің ана ұстаз ғой, енді қазір араласып жүріп берсе көресіздер. А пирамид күнде қанша тауып отыр? Мен өйтіп тауып атқам жоқ, мен кіресемін конкретно. Потому что менің концентрациям мына жақтағы документтерме, көшіп қон қырық-чырықтарға энергиям сәл кетіп жатыр да, сіздердің сабақтарыңыз бар. Бірақ соның өзінде бағанағандай 101 мың доллар деген секілді ғой. Кеше көрдіңіздер, отыра салып қанша сый салдым. Адам түсіріп отқан видео біледі, түсіріп отқан адам біледі. Еще отырмын, аға деп басым ауырған, инады пива ішетін бар, ашық айта берейін. Бір хайнекенді ішіп отырдым да тырс-тырс таба салдым. Мен особо бір қаттандай нем жоқ. Білмеймін, өз күнәм өзіме оған тиіспей қойыңыздар. Кайф емес па? Кайф емес па? А жоқ, біреулерге айтсам соны. Сондықтан күнім, міне. Біреулер алтын бағасы түсе ма? Нең бар, алтын бағасы түссе де көтерілсе трейдер ақша табады ғой. Биткоин көтерілсе де түссе де трейдер ақша табады ғой. Біз не үйретеміз? Біз мына жағдайға нарық дейтін болсақ, конкретно анализді үйретеміз, болды. Мыяқта плюстерін көбейе берсе болды долларларын. Ал сенің өзіңнің өмірің анализ істеп көрсең болды. Өзіңнің өмірің анализ істеп көрсең. Өзіңнің өміріңе ана бір қызық жағдай болды. Не егіліп? Менің шапалақ жеген сол бала, менеджер. Мен баяғыда мінезім өте қатты вспыльчивый болған ғой. Өйткені көшеде өскенбіз ғой, там еркекше деген понятиямен. Енді болып кеткен менеджер бар. Келем, настроение жоқ, көзіне жасап, тоғыз дұрыс күн жұмыс істеген жоқ. Төрттерде шақырдым офисқа, алдыма кабинетімге отыр. Не болды десем? Мамам бүгін қайтқан күн еді өмірден. Бергеш дедім шапалақпен, шақ етіп былай пердім бетінен. Ешақ деймін. Анам жақсы көретін болсаң, қыңқылап отырмай өлген адам тірілмейді ғой. Әп-әдемі продажаны істеп, ерте кешеден бастап қамданып, бір қойынды осы жерге сойып, анаңа неге дұға бағыштамайсың деп жатырмын да. Әңгіме сонда да. Неге дұға бағыштамайсың деймін да. Міне сол жағдай просто. Біреу, анам қайтып кетті дегенде қыңқылап жүреді. Керісінше екінші адам, анам қайтып кетті, әруағына тіл тигізбейінші деп, қайтқан күнде бағанағы Құдай тамағын беріп, дұғасын оқып, түгеншенің баласы еді, түгеншенің бірдеңесі деген бағанағы атты ана өлген адамға жеткізген, жете ма жетпей ма білмеймін әйтеуір. Артынан жақсы сөз ерсе екен деген амалды қылады. А бір адам қыңқылайды. Өмір өзің қолыңда. Таңдау өзің қолыңда. Басқа біреуді емес таңдау. Тікелей тұрғыда. Біреуге әйелім бар. Бір еркек. Әйел мотивация бермей жатыр, көк бет, деп настроение түсіп жүретін бір жігіттер бар. Екінші жігіттер бар. Yok dedik mağana әйелім әңгіме айтатындай дата ғой, мен түсіп кеттім ба дейді. Мен еркек емеспін ба дейді. Ақша тауып әйелдің ауылына ақшаны умартап тұрып тұр. Мәне. Жүзікте әйелін отырғызып тұрғызады. Ана құрметті әйелін басқарғысы келетін жігіттер, ақшаң көп болмаса әйелін басқарамайсың. Әйелін отырғызып тұрғызып бір-ақ жол бар, дохрена зарабатывай и все. Потому что законы этой жизни. Кто платит, тот музыку заказывает. Кто платит, тот музыку заказывает. Қолыңда ақшаң болмаса, не балаңа, не қызыңа, не қатыныңа сөзің өтпейді. Шыл десе шубасын кіресе, адесе алтын алып бере сал, болды. Мә әзір жүреді, кайф ұстап, әйелге керегі сол өзі. Болды, сы десе сумкасын бере сал.
Содан кейін дей аласың, әңгіме айта аласың, міндетін аласың. Анаң бәрін бердің да, мынаң бәрін істе айналайын дей аласың. Сол кезде сен талап ете аласың. Сол кезде бар, ойбай, қос-қостан қатын аласың ба өзің білесің. Ақшаң болмай. Тілің қысқа болған кезде. Болды. Сен қадірің де жоқ, қасиетің де жоқ. Қарның ашқанын былай тұрсын, қадірің ашқанына жүрген қаның қарайтын болады. Таңда сүйда өзіңіздің қолыңызда. Міне, жағдай. Бүгінгі аман жолдың әңгімесі де жағдай. Біреулер тұрап, дейді бір некси, жаман некси тайқасы жүрген. Маз кемінде итермешті кетіп қалуы мүмкін біреулер. Біреулер дұрыс айтады, көбіне жасап кәдімгідей. Қанаттан, ойланып, есін жиып, ертесінен барып, ертеңінен бастап кітабын оқып, залға барып, өзіне қарап бағанағыдай, қарынды қантықпай. Қарын шығып жүрген жігіттерімізді ұнамайды, ренжімеңдер. Есін жиып кәдімгідей, тарс етіп, трейдін, үйрен, бизнес, еще дамып, жанын салып, өз-өзіне серт беріп, сертіне берік бол. Арландай нәтижесін жасайды. Біреулер. Біреулер деп отырады. Бір әйелім мен декреттем деп отырады біреулер. Екіншіден мен балалар кішкентай ғой, ертең тігідік бұлар. Анау садикке барады, анау мектепке барады, ананың ертең универ бастады. Блин, маған ақшадан конкретно жоба болады дейді да. Жан салып отырып, жұмыс істеп, қосымша істеп, өйтіп, бүйтіп, әдемілеп ол қызын не істейді? Жеткізеді сөйтіп. Бір өзінің қолында. Өзінен өте ештеңе жақсы болып кетпейді. Есіңізде ұстаңыз. Будет как хуже ма, сен қимылдамасаң, будет еще хуже. Еще лучше болмайды. Ана қазақтың ақымақтығын таңғаламын да. Өйткені бір туысым айтып отырған. Енді ана ағаң айтты, мен балалар жетіп қалды, бір жағына шығады ғой енді деп айтты. Тіпей мән шығады. Шынды ма? Жалқау әкеден пысық бала толмайды ғой. Енді есейді бұйыртса енді бітірді ғой, енді колледждарында, мектептерін шығын азаймайды ғой, шығын жындысың ба, ертең оларды үйлендіру керексің ғой, ертең ұят беру керексің ғой, ертең оны еще оқыту, шығын азаймайды өзінен өзі, айналайын. Будет еще хуже. Почему? Жасқа жас қосылған сайын, энергияң азайды. Жасқа жас қосылған сайын уақыт зымырайды. Жасқа жас қосылған сайын заман дамып жатыр, үлгере алмай қаласың, маңырап отыр. Мүмкіндікті қазірден қолдан, қазірден кеш болмай тұрған кезде. Ал өмірің не ма? Бітет біреулер орысша сөйлеп қойып. Как жизнь десең, ну нормально, брат, как? Чем дышишь десең, ну нормально, брат, живы нормально, плывем по течению дейді. Только дохлая рыбка плывет по течению. Живая карабкается туда, где хочется оказаться. Осыны ұмытпаңыздар. Сондықтан не надо ждать, надо брать, если нет, надо создавать. Әлі ойланып жатсың ба? Бүгін уақытың бар, болды. Ертең Құдай қаласа, конкретно біз бастап кетеміз. Енді біз беріп жатқан ергеше гарантия қалады. Сағат 40 күн бойы болады. 40 күн болады. 40 күнде $200 депозиттеріңізді плюс-минус. Минимально $10,000 апарасыздар. Даже еще больше. Шәкірттердің нәтижесінің бәрін салдық. Біреулер бүйтіп қойды, өтірік қой, андай қой. Біреулер жазып тұрды, живой отзыв, живой отзыв тұр ғой Фарида апаймен. Тұр ғой Инстаграмда, қарасай. Оның астында Мирасы бар, Кәпсірі бар, ана кім еді, Гүлданасы бар, Нұрданасы бар, тұр ғой отзывтары. Ал екінші группа одан реально мощный болады. $200 Құдай қаласа $10,000 болады. Еще одан кейін күн сайын $1000 жоғары табыс табатын нәтижеге жетесіз. Әйтпесе бір неге негатив жоқ, қараңыздар менде. Потому что оқушылар тауып отыр. Бәрі емес, өтірік айтпай ақ қояйын. Бәрі емес. Кейбіреулер $300 тауып отыр күнде, кейбіреулер $200 тауып отыр күнде, кейбіреулер бағанағындай $500 тауып отыр. Ол потому что біреу айтқан ровно істейді, біреу айтқан істемейді. Әттең офлайн тренинг болса, штрафтан штраф жанын шығарады. Мен оқушылар білесіздер езбеймін олбей. Онлайнда сәл контроль жағы қиындау да. Енді ол жағы әркімнің өзінің иманына, әркімнің өзінің ар ұятына. Кімге ақша керек, тауып отыр. Кеше ғана отзывтарды жібердім, өзім көрмеген ғой. Көріп алдым, мәз болдым. Так кайф. Алғысын айтып отыр. $2,000 тауып отыр, $300 тауып отыр. Тамаша да. Сондай дәрежеге жетесіздер. Не үйретіледі? Форекс, алтын,
акция и криптовалюта. Түсінікті ғой? Енді, қалай жазылған чөка сабақта Әлия үйретеді? Негізінде, Әлия ханым. Аптасына бір рет өзім шығып отырам по психология, по мотивация. Олар сіздің 40 күн бойына мотивацияңыздың өшпей, жаныңызға көмегін тигізеді. Дисциплинированный болуыңызға көмегін тигізеді. Получается, 40 күн дегеніңіз. Трансформационный сабақ, почти марафон, трейдинг сабақ, и еще практикалық сабақ, еще конкретно ақы тауып шығатын сабақ. Түсінікті ғой? Беретін контенттің ол өте страшно жоғары. Негізгі баға біз 1,5 миллион теңгеден қойғанбыз, білесіздер. Бұл 1,5 миллион теңге. Еще бұл өзім ойлады. 1,5 миллион теңге деп қойдық, бірақ енді онда әлия қайта-қайта деп мен жоқ, потому что халықтың жағдайына жүрегім ауырады да. Ал одан арзандырып жіберейін десең, төмендетіп жіберейін десең, ана кураторлардың айлығы бар емес пе күнім? Оның айлығын кім төлейді? Бірақ та сигналды беріп отыратын, бәрін реттеп отыратын программистер бар емес па? Оның айлығын кім төлейді? Сондықтан да бұл командалық жұмыс жаңыз жарайды. Жарнамалап жүрген мен өткізетін әлия болғанмен біздің артымызда кемінде 20-25 па 27 адам тұр. Кураторы тұр, бағанағы прогноз жасап отыратын тұр, новость тұрғаны тұр. Потому что біз сигнал беріп болып жұмыс істеу керек. Нәтиже алыну керек конкретно. Сөйтіп қойдық, бірақ бүгін кеше бүгін мүмкіндік беріп отырмын 7 адамға. Қазір міне 7 адам. Қазір кім 200 мың теңге, 150 мың теңгеден предоплата істейді, солардың арасында 30 болады. Яғни ойын ойнатылады. 7 адамға сертификат ойнатам. Яғни 7 адам сертификат ұтып алған жағдайда предоплатасының үстінде Раисаның төлей салатта оған 750 мың теңгеден шығады. Ал ұтып ала алмай жатқан жағдайда 1 миллион 500 емес 999 мың теңге төлейсіздер. Сондықтан ұта алмай қалсаңызда выгодно, ұтып алсаңызда не еще выгодно. Получается. Ал енді былай қарасаң 750 мың теңгені өзің ойланшы, кемінде 5 есеге көбейткенінде 75-35 міне. Кемінде 5 есеге көбейтесің 3,5 миллион теңгеге. А мүмкін еще 10 есеге көбейтесің. Яғни өзіңізге байланысты бар возможностьтар реально қолдан. Мен қазір номер қоям. Келесіз оплата істеп үлгеріңіздер 5 минуттың ішінде предоплата. Одан кейін сұрақтарға жауап берем, потом менің қыздарым бағанағы кім ұтты, кім ұтпағанын айтып береді. Номер телефона 8 775 253 1221. Есімі Ұлдана. Осы номерге хабарласасыздар, предоплата қаяққа жіберу керек екенін айтады. И чекті де осы номерға сіздер жіберу керексіздер. Енді бағыңыз жан, ұтып кетсеңіз сертификатты әдемі. Ұта алмай қалсаңыз, ел сияқты совокупный 999 мың теңгеңізді төлей бересіздер. Каспий рассрочка бар ма? Бар. Қарыз қалсаң да қатысып ал, мен кепілдік берем, ертең 40 күннен кейін мынаны қайтарып тастайсың. Еще қолыңда 4 миллион теңге ақшаң болады. Кредит қалсаң да алда 40 күн бітпей ақша тапқан кезде қайтарып тастайсың. Кредитке жоламаш құрсын. Алда қайтарып таста сразу. Ертең табасың по-любому. Потому что сіздер не ертең бастайтын болсаңыздар, Құдай қаласа, осы апрельдің аяғы майдың басы уже доход тауып бастайсыздар. Ой, 10 мың долларды 40 күннің аяғын таппайсыздар сіздер. Совокупный табатын ақшаңызды айтып тұрмын мен. Уже сіздер конкретно ақша тауып бастайсыз. Басында бірден енді 2,000-3,000 доллар болмайды. 200 доллар, 300 доллар жай үйреніп. Алияның айтуымен тапсырмасын орындап отырсаңыздар, бетон тауып шығасыздар. Тем более группаның ішінде осы жол мен де қайтып өзім өтейін деп отырмын. Менің де өзім целім бар. Мен де профиттарымды сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Сондықтан давайте достар. Музыканы қойсаң, шаңқайып отырмыш. Мына номерға тез қазір предоплаталарыңыз төлеп үлгеріңіздер. Бүгін соңғы күн болды, бітті. Уже ертең кешкі сағат 9-да бастап кетеміз. 5 минут уақыт, 5 минутта предоплаталарыңыз төлеп үлгерсеңіздер 150 мың теңге. Қыздар 30 ойын істейді. Барыңыз жанып сіздікі рандомға түсіп қалса номер телефоныңыз, онда 750 мың теңге төлейсіз. Общий. Ал бағыңыз жанбай қалған жағдайда 999 мың теңге төлейсіз. Ал бағыңды сынап көр, сабаққа қатысты бағыңды шыңда 10 мың долларға жет, өзіңді ойла, жан. Тәуекел ердің ісі, тәуекел бар жерде береке бар.
5000 sizlerге мүмкіндік. Қатты шығар дауыстар. Ya dillik kıtma. Дегендер қамын жегендер ата өрендер намысы қайнағандар ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашың иманың жиғарын байқа аңғалып жаттылар жанашырды досылар жаманды әзірсіз аярлар бар айран арақты Barında satanlar boyu düşündü Tomunda arın satan bullardan sanası Yelden yer biz yamana ağlaştın balası Düşünün gibi şahsı Kazandığım kazandı o korkan olmadan Alırsanlar bin kazandım Allah'sa Düşmanının çalası Çılgınların tabulatın davası Canım verir varın verir Düşün girişim Sitte koptum bin kazaktın Allah'ı Toplam üstü takım sar anası Kulak gitse tas tügütür havası Gelsinimin yerselime bakmadan satmadan Ot düşürüp bin kazaktın Allah'ı Yeşilin yemiş şalası Kazandı o kazandı o kurbağa
майдан даласы алашым деп аттанса ешкімнен келмес шамасы азаттығын қазақ туы қорғаған толғаған танылсаң бәрмен қазақтың баласы жаратқан алланың асы есілі байрақ даласы алашым деп аттанса ешкімнен келмес шамасы азаттығын қазақ туы қорғаған толғаған танылсаң бәрмен қазақтың баласы Ал достар, бір ай бойы зарладық. Енді жүректеріңізге жетті деп ойлаймын. Ойланып отқандарға тәуекел тілеймін. Тәуекел ердің азығы, тәуекел жерде, тәуекел бар жерде береке бар. Асыл дінімізде айтылғандай, мен тәуекелшіл құлдарымды жақсы көремін дейді. Үш адамның ниетін Аллам қабыл етеді екен, үйленген 2 жастың, үй салып жатқан адамның сосын білім іздеген жағдайымды жақсартамын деп талап кердің. Ол да тағы біздің дінімізде бағанағындай жазылған, қойылып тұрған дүние. Сондықтан да ойлана бермей, пысымылла деп аттың басын тәуекелдеп жіберіңіздер, бомба жарайық. Ал жазылып алған адамдар, тіркеліп алған адамдар, ертең уже сағат ровно 9-да Алматы уақытымен сабақты бастап кетеміз. Зуммен оны қыздар айтады. Сабаққа жазылғандардың барлықтарына Аллам ниеттеріңізді Құдай қабыл етсін. Ұялмай, қызармай, ят болмай, әуелі Алла, сосын білімге сеніп, мына 10 000 доллар емес, одан да жоғары табыс таптырайық. Сонымен қатар ең негізгі фактор, күнде біздің көмегімізсіз 1000 доллардан жоғары таба алатын орта деңгейдегі трейдер болып қалыптасып шығып кетіңіздер. Осы сабаққа қарызымнан құтылсам деген адамдар сабақ арқылы 40 күнде қарызынан құтылып кетсін. Осы сабақ арқылы есімді жисам деген ниеттеген адамдар есін жиып кетсін. Осы сабақ арқылы көлік алсам деген адамдар көлігін алып кетсін. Осы трейдингті үйреніп алып, бағанағындай үй басам деп үйсіз жүрген адамдар үйлеріңізді алып кетіңіздер. Барлықтарыңызға Аллам жар болсын. Мен біріншіден дұғадамын, екіншіден сіздер өсу үшін әшейін тегін эфирдің өзінде мен жанымды салып отырмын. Ол жерде одан да зор жаным салатын болам. Өйткені мен ешқашан еш уақытта абыройды ақшаға сатқан адам емеспін. Мен үшін абырой қымбат, мен үшін қазағым қымбат, мен үшін әр қазақтың ертеңі қымбат. Өйткені қазақ десең өзіңе тиеді. Осы отырған біреуіңіз түптің түбінде айналып келгенде или ұлас болып шығамыз, или нағашы болып шығамыз, или жиен болып шығамыз, или құда болып шығамыз. Өйткені қарға тамырлы қазақпыз. Өзі Ирнат Зайытов айтқандай, қазақты ешқашанда мазақтама, қазақ деген халық қой, азақ қана дейді. Бірлікті жоғалтпайық, бай болайық. Шыдадық қой, қайғыға азапқа да дейді. Азапқа да Ақтақой сұрамалы өзі 70 жыл орыстың боданында болып бағанағында қиналған қазақпыз. Енді есімізді жиып, етек жеңімізді жинайтын уақыт келді достар. Елге көмектесуді ойлайсың ба, өзіңнен баста. Өзің балаңа жақсы тәрбие бер. Өзіңді ойла. Ұмытпаңыздар. Әр қайсыңыз миллиардар бола алмайтын шығарсыз. Президент бола алмайтын шығарсыз. Нобель сыйлығын ала алмайтын шығарсыз. Ғалым бола алмайтын шығарсыздар. Потому что, возможно, мы свой шанс где-то проебали. Но әр қайсыңыз бетон президенттің әкімнің әке-шешесі, чемпионның әке-шешесі, министрдің әке-шешесі, миллиардердің әке-шешесі боласыздар. Ол сіздердің үйлеріңіздегі кішкентай бүлдіршіндеріңіз. Сол бүлдіршіндеріңіз үшін белді бекем болып, трейдингтің тұлпарына мініп алып, 40 күн бойы қамшылайық. Бізден харекет, Алладан берекет.
ел аман, жұрт тыныш болсын. Жазылмаған кісілер тез тіркеліп үлгеріңіздер. Ертең жұма кешкі сағат 9-да Zoom'да жабық чатта бастап кетеміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Қайда барсақ жол болсын. Аллам адамның аласынан, жаманның жаласынан айтпай келетін қауіптен бүкіл қазақ елін бәрімізді сақтасын.